Балаларыңызға интеллекттің 70%-ін бе, әлде 10%-ін бересіз бе? Көп жылдар бойы ғалымдар бұлай деп дауласып келді. Интеллект ата-анадан берілетін нәрсе ме, әлде тәрбие мен өмір сүру жағдайларының нәтижесі ме? Бүгінде психология, нейроғылым және генетика салаларындағы заманауи зерттеулердің арқасында бұл сұраққа нақтырақ жауап бар. Жауап мынадай: бәрі өмір сүру ортасына байланысты. 2013 жылы психолог Элиот Такер-Дроп және оның әріптестері Psychological Science журналында мынадай зерттеулер жариялады. Бұл зерттеу балалардың ақыл-ойының дамуына геннің әсерінің қаншалықты әсер ететінін салыстырмалы түрде зерттеген. Зерттеу көрсеткендей, гендердің әсері баланың өскен ортасына тікелей байланысты. Егер бала дұрыс жағдайда өссе, үйде кітаптар, дұрыс тамақ, тұрақтылық, білімге қолжетімділік және эмоционалдық қолдау болса, гендер толық күшіне енеді. Мұндай отбасыларда интеллекттің шамамен 70%-і тұқым қуалаушылықпен түсіндіріледі. Егер ата-анасы ақылды болса, балаға да үлкен ықтималдықпен осы қасиет беріледі және оны дамыта алады. Ал егер бала қолайсыз жағдайда өссе, зорлық, зомбылық, жоқшылық, стресс, тамақтың жетіспеуі, ойын мен оқуға мүмкіндік болмаса, онда гендердің әсері айтарлықтай төмендейді. Мұндай жағдайда тұқым қуалаушылық интеллекттің небәрі 10%-ін ғана анықтайды. Қалғанының бәрі қоршаған ортаның әсері. Туа біткен қабілеттер болса да, бала оны ашып көрсете алмайды. Яғни орта гендердің әсерін күшейтуі де, басуы да мүмкін. Генді дән деп алсақ, ал орта су, топырақ, күн сияқты. Егер де жағдай болмаса, ең сапалы дәннің өзі өспейді. Неліктен бұлай болады? Өйткені баланың миы қоршаған ортаның әсерімен дамиды, әсіресе ерте жаста. Егер бала үнемі айқай-шу, қорқыныш, тұрақсыздық, стресске толы жағдайда өссе, оның организмінде кортизол гормоны көп бөлінеді. Кортизол ол стресс гормоны. Ол дамып жатқан миға зиян келтіреді. Нейрондық байланыстардың өсуін баяулатады, есте сақтау мен зейінге кері әсер етеді. Егер бала тыныш, мейірімді ортада өссе, онымен сөйлессе, ойнаса, кітап оқып берсе, оған қолдау көрсетсе, онда ми дамуына қажетті стимулдарды алады. Мықты нейрондық байланыстар тіл, зейін, логика және абстрактілі ойлау қалыптасады. Демек, интеллект туа біткен қасиет емес, ол өз мүмкіндігін ашу үшін қолайлы жағдайларды қажет етеді. Маңыздысы, гендердің рөлі жоқ деп ешкім айтпайды. Олар мүмкіндік береді. Бірақ бұл мүмкіндіктердің іске асуы ортаға байланысты. Бір бала әртүрлі жағдайда әртүрлі нәтижелер көрсетуі мүмкін. Сондықтан, егер біз балалардың ақыл-ой потенциалын ашқымыз келсе, әсіресе қиын жағдайда өсіп жатқан балаларға көмектескіміз келсе, тек қана мектеп пен сабақ туралы ғана емес, сонымен қатар негізгі қажеттіліктерге көңіл бөлуіміз керек. Олармен қарым-қатынасымызға, сүйіспеншілігімізге, тыныштығына, тамағына, қауіпсіздігіне. Тек сонда ғана гендер өз жұмысын атқара алады. Құрметті көрермендер, менің каналыма тіркеліп, өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер.